Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл математика сабағы. Сіздермен бірге Жанат Айтқожақызы. Бүгін бізде 24-ші сабақ. Фигуралар, нүкте, сызықтар. Геометриялық фигуралармен танысасың. Есіңде сақта. Нүктелер былай белгіленеді екен балалар. Түзу сызық, міне түзу сызық өзі ат айтып тұрғандай түзу сызық етіп сызады екен біз. Сызғыштың көмегімен сызсақ болады. Қисық сызықтардың екі түрі болады. Тұйықталған, яғни тұйықталған бір нүктеден бастайды екен бізде, қисық сызып алып келіп, сол нүктеден аяқтайды екенбіз. Ал тұйықталмаған деген сол қисық сызық, яғни ирелеңдеп сызылады екен, оның шегі болмайды. Сынық сызықтар тұйықталған және тұйықталмаған болып, оның да екі түрі болады. Тұйықталған, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, қай нүктеден бастаймыз, яғни сынық болып басталады, сол нүктеден аяқталады екен. Тұйықталмаған сынық сызықтар болып, оның да шегі болмай, сызып кете береді екенбіз. Нөмір 1-ші есеп. Қағаз бен қарындаш ал, әр түрлі сызықтар жүргіз, оларды ата. Бағана біздің есімізде сақтағанымыздай, міне балалар, нүктелерді белгіледім. Түзу сызық сызылды. Тұйықталған қисық сызық, тұйықталмаған қисық сызық, тұйықталған сынық сызық, тұйықталмаған сынық сызық сызып шықтық, я балалар. Осыны әдемілеп дәптерлеріңізге сызып алыңыздар. Нөмір 2-ші есеп. Суретте көрсетілгендей торкөз парақтың бетіне нүктелер қой. Оларды сызып қос. Қандай фигуралар шықты? Бірінші суретте балалар нүктелерді қосқан кезде шаршы фигурасы шықты. Екіншісінде нүктелерді қосқанымызда үшбұрыш фигурасы шықты. Нөмір 3-ші есеп. Фигуралар қораптарға қандай белгілері бойынша орналастырылған? Бірінші қорапқа қарайықшы балалар. Мұнда біз тек қана қандай фигуралар көріп тұрмыз? Тек қана үшбұрыш фигуралар көріп тұр екенбіз, пішіндер көріп тұр екенбіз. Бірінші қорапта үшбұрыштар орналасқан. Екінші қорапқа қарасақ балалар, мұнда тек қана көк түсті пішіндер орналасқан екен, Нөмірі 4-ші есеп. Тиісті фигураны тап. Бірінші суретке қарайық балдар. Мұнда 3 шеңбер тұр, көк, жасыл, қызыл. Шаршылардан да үшеу екен. Қызыл, көк, жасыл. Ал үшбұрыштан тек жасыл мен қызыл ғана тұр екен. Мұнда бізге көк үшбұрыш жетіспей тұр екен, көк үшбұрышты қоюымыз керек екен. Екінші суретте мұнда қарандар. Сұрақ белгісінде біз қандай фигура қоюымыз керек? Біріншісінде қарандар, шаршылар тұр қатармен, үшіншісінде қатармен үшбұрыштар тұр, Мұнда бізге қызыл шеңбер жетіспейді екен, балалар. Біз қызыл шеңберді қояды екенбіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.